Баршаңызға сәлем. Біз бүгін сіздермен осындай әдемі подшубай салатын селедкасы жасайтын боламыз. Көп адамдарға селедка ұнамайтындықтан селедкасыз рецепті көрсетуді жөн көрдім. Ол үшін бізге ең алдымен қайнатылған картоп, сәбіз жұмыртқа, тауық еті және майонез керек болады. Тауық етін сүйектен ажыратып, қолмен немесе пышақпен майдалап шығамыз. Керекті еттің жартысын ғана тарелкаға орналастырып шығамыз. Бетіне майонез жағып, қызылшаны да теркадан өткізіп, тағы да майонезбен жағып шығатын боламыз. Әр қабатты майонез арқылы жасайтын боламыз. Оның үстіне картопымыздың жартысын теркадан өткізіп, бетіне майонез жағатын боламыз. Одан кейін керекті сәбіздің жартысын алып, майонез жағып, шеттерін тегістеп шығуды ұмытпаймыз. Жұмыртқаның жартысын теркадан өткізіп, бетіне оның да майонез жағатын боламыз. Әр қабат майонез арқылы жасалатын болады. Жұмыртқаға майонез жаққан кезде абайлап, ақырындап жағу керек. Тура сол ретті қайтадан қайталаймыз. Яғни тауық еті үстіне майонез жағып, қызылшаның жартысын теркадан өткіземіз. Оның үстіне аккуратно майонез жағып, картоптың қалған жартысын теркадан өткізетін боламыз. Тағы да майонез. Шет-шеттерін тегістеп тұруды ұмытпаймыз, себебі біз формасы жасап жатырмыз. Қалған сәбіздің жартысын теркадан өткізіп, майонез жағып, жұмыртқаның жартысын теркадан өткізіп, оның үстіне де майонез жағамыз. Кішкене сәбіз қалғандықтан жасап тастауды жөн көрдік. Шет-шеттерін барлығын тегістеп, қалғандарын жасап безендіресіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Маған подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар.